Ал осындай зұлымдықтар соңғы кезде неғып соншама дендеп, өрт сияқты қаулап, қоғамда көтеріліп жатыр. Бұл не үшін? Не үшін? Бұның бәрінің бір ғана сыры Назарбаевтық жүйе. Назарбаев өзі сатанист болды. Назарбаев өзі сатанист болды. Ол анық сатанист болды. Білесіздер, мейлі діни нанымдарыңыз болсын, мейлі нанымыңыз болмасын, жаратушы ең алдымен нұрдан періштені жаратты, оттан жынды жаратты, сосын топырақтан адамды жаратты. Лағнеті шайтан ешқашан коррупционер, немесе кісі өлтіргіш баскесер, немесе ұрғары қарақшы болған жоқ. Ол тәкаппар болды. Сөйтіп, топырақтан жаралған адамға сәжде жаса дегенде, бүкіл нұрдан жаралған періште сәжде жасағанда, оттан жаралған бүкіл жын сәжде жасағанда, лағнеті шайтан сәжде жасамады. Себебі, ол 70 000 періштеге сабақ берген сондай ілімді ғұлама болғанымен, ол тәкаппар болды. Тіпті ол 70 000 періштеге сабақ беріп, болашақта жаратушы осындай бір адам жаралмыш жаратады екен, оның аты адам болады екен, сонда жаратушының бұйрығына, әміріне қарсы тұратын бір мақұлық болады екен. Ол не деген өкініште қалған мақұлық деші деп тұрып әңгіме айтқан екен. Бірақ сол мақұлық ең соңында өзі болып шығады. Сол лағнеті шайтан тәкаппарлық үшін Құдайдың қарғысына қалды, жаратушының қарғысына қалды. Сол тәкаппарлық жаратушы үшін алған кезде барлық зұлымдықтың қайнар көзі. Тәкаппарлық барлық зұлымдықтың қайнар көзі. Өткенде Мартин Лютер Кингнің ескерткішінің алдында Мартин Лютер Кингнің бір сөзін аударып сіздерге жеткіздім. Қараңғылық ешқашан қуып кетіре алмайды. Қараңғылықты тек жарық кетіреді. Кекті кек ешқашан жуып кетіре алмайды. Кекті тек махаббат кетіреді дейді. Мен адамдарға жүректерінде махаббат болса екен деймін. Бұл міне Құдай сүйген, Құдайдың сүйікті құлдарының бәрі бүкіл дүниеге махаббатпен қарағанның себебі содан. Олар дүниеге кекпен қараған жоқ. Олар дүниеге махаббатпен қарады. Зұлымдықпен күресу де махаббат. Аға бауырыңа қайырласу да махаббат. Қорлыққа, зұлымдыққа ұшыраушыларға жақтас болу да махаббат. Адамның құқын қорғау да махаббат. Біз айтатын махаббаттың мәні осы. Ал сайтан, лағнеті шайтан махаббаттан жұрдай. Ол жаратушы Алла айтқандай, сендерге қияметке дейін жау болады. Ол сендердің алдарыңнан, арттарыңнан, оңдарыңнан, солдарыңнан, астыдарыңнан, үстілеріңнен келеді деді. Сол лағнеті шайтан Назарбаевты аздырып сатанист қылды. Ол сатанист болғандықтан өзінің қызымен ылықты. Ол сатанист болғандықтан өзінің күйеу баласын өлтірді. Ол сатанист болғандықтан өзінің немересі, мүмкін ұлы. Оны Құдай біледі, соны өлтірді. Ал Назарбаев бүкіл Еуропа мен Совет одағының, бүкіл жер бетінің атышулы дәулескер бақсыларын жинап, Ақорданың айналасында жын ойнатты. Сөйтіп 30 жыл бойына қазақ халқын бақсылар арқылы дұғалады. Қазақтардың ойын күлкіге құмар, 5 минуттан артық ақыл тыңдай алмайтын, ойланып алып орнынан тұрғанда бүкіл ақылы ұмыт қалатын, қайдағы әлемдегі ең зұлымдықты бірінші үйреніп алатын қауымға айналуының бірден бір сыры сол Назарбаевтан. Назарбаев сол әскери салаға жаңағындай бәтшағар қыз-текелерді әдейі өсірді. Назарбаев оқу-ағарту, білім беру саласына әдейі сондайларды әкелді. Сөйтіп тұтас қазақ қоғамында еркекке еркек жыныстық зорлық жасайтын бәтшағарлықты молынан таратты және осымен айналысатындарды мансапқа қызметке қойды. Оның бүкіл мақсаты қазақ халқын аздырып тоздыру болды. Себебі ол өзі бірінші азғын болды.
Ол өзі бірінші лағнет шайтанның қазақ даласындағы ең бірінші әскері болды. Сөйтіп, Назарбаевтың лағнеті сатанистік ұстанымына байланысты қазақ халқы 30 жыл бойы адамның ақылына жетпейтін ғафлетте және өкініште жасады. 30 жыл бойына қазақтың игі жақсысы, анау ең азбады деген, ең керемет деген профессоры оқуға жаңадан түскен 17-тегі, 18-дегі қыздың санымен бөксесіне қарап, соны бір сипағысы келіп, көйлегін шешкісі келіп, есінен айырылды. Қазаққа ақыл айтады деген абыз академигінің кезіге қалғандағы әңгімесі қайсы келіншекпен төсектес болып, қайсы қызды бақыртқаны туралы аталмыш ерлік тарихтары ғана болды. Бұрынғы қазақ отыра қалғанда жауға шапқан батырының ерлігін айтса, қазіргі қазақтың аталмыш абыздары төсектегі ерлігін айтатын болды. Бұрынғы қазақ жаудан жұртын құтқарғанын аңыз қылып айтса, қазіргі қазақ біреудің оң жақта отырған бүлдіршінін қалай бопсалап, төсекке әкеліп жалаңаштандырып шешіндіргенін айтатын болды. Ал бүгін еркек басымен біреудің қызына қарағанды кінәлаудан қорқатын халге келдік. Себебі ол қанша айтқанмен еркек күйінде қалды. Қазіргі сұмдық еркек басымен еркекке шабатын сұмырайлар болды. Ал осының барлығына жол беріп, жасырып, жауып, тіпті мәнсабын өсіріп, түрмеде, армияда, мектепте осының барынша өрт құсап қаулап өсуіне себепші болып отырған жалғыз ғана Назарбаевтық жүйе. Біздің қазақтарға айтатын бір ғана сырымыз бар, бір ғана өтінішіміз бар. Көтеріл. Бұл намыстанатын зат емес. Ол сенің кінәң емес. Сенің 2-ші сыныпта оқитын 8-дегі, 9 жастағы, 10 жастағы балаңа, анау 16-17 жастағы баланың 10-ы келіп, 5-еу келіп, оң қолын, 5-еу келіп, сол қолын, 2-үшеу келіп, оң аяғымен сол аяғын ұстап тұрып, тоңқайтып тұрып, жыныстық зорлық, зомбылық жасаса, ол сенің балаңның кінәсі емес, және сенің кінәң емес. Сен осыны біл. Бірінші кезекте осыны таны. Себебі олар сенің балаңның руханиятын бүлдірді. Оның жан дүниесін қиратты. Және олар оны видеоға түсіріп, өмір бойы оны бопсалайды. Ал сен ашық-қашық жарияла. Олар ертең осындай жыныстық зорлық, зомбылық жасаған үшін бүкіл жора жолдас, туыс-туғас, ата-анасының алдында мынау мал басқа біреуді өстіп, ойрандаған мал деп, олар да басын көтере алмайтын болуы керек. Олар сенің балаңды ойрандаса, сен де оларды ойранда. Барлық зұлымдықты жасаушылар, олар да өз айналасында, өз ортасында қара бет болсын. Одан басқа шығар жол жоқ. Бұл мәселені аталмыш заңдастырды дейтін Еуропа мен Американың өзі бұл жыныстық зорлық, зомбылықтан дүние жүзінде ең төменгі шекке жетті. Неге? Адамдар сауатты. Олар ұялуға тиістіден ұялады, ұялмауға тиістіден ұялмайды. Олар бұндай жыныстық зорлық, зомбылықты бірінші кезекте сотқа береді. Және сот әділетті болғандықтан бұнымен күреседі. Ал бұны жасырып жабатын елдерде бұл жыныстық зорлық, зомбылық мейлі еркектен әйелге, немесе еркектен еркекке, бұл жыныстық зорлық, зомбылық ешқашан кеміген емес, және жалғасын тауып келеді. Бұл Сауди Арабияда да бар, бұл Иранда да бар, бұл Түркияда да бар, бұл аталмыш мұсылман елі дегенде де бар, бұл христиан елдерінде бар, бұл буддистік елдерде де бар, бұл діндар елдерде де бар, бұл зайырлы елдерде де бар. Бұны жеңетін жалғыз жол ашыққа шығу және күресу. Басқа амал жоқ. Ашыққа шыққан еуропалық, америкалық елдер бұны ең максимал төмен деңгейге түсірді. Америка, Еуропада жыныстық зорлық, зомбылық дүние жүзі бойынша ең төмен деңгейге түсті. Ал Азия елдерінен Оңтүстік Корея мен Жапонияда ең төмен деңгейге түсті. Ал бұны барынша жасырып жабатын елдерде бұл ең жоғарғы деңгейде тұр. Сондықтан бұны шешудің жалғыз тәсілі күрес. Ал Қазақстанның барынша азғындауына бір ғана себеп Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе. Бұл жүйені құртпай, бұл жүйені ауыстырмай, қазақ халы азғындықтан құтылмайды. Парақорлықтан, іріп шіруден, қоғамның бүкіл басынан аяғына дейін, өне бойына дейін, етінен өтіп, сүйегіне жетіп, қанына тарап кеткен барлық зұлымдықтан құтылудың жалғыз жолы Назарбаевтық, Тоқаевтық, сайтандық жүйені құрту.
басқа амал жоқ. Қалың елім қазағым, өкініште, ғафлетте, қасіретте, қараңғы түнекте, надандықта және зұлымдықта 30 жылын қор қылған қалың елім қазағым, сені азаттыққа шығаратын жалғыз жол күрес, басқа амал жоқ. Құдай бізді бұл дүниеге күресу үшін жіберді. Біз дүниеге күреспен келіп, күреспен кетеміз. Және Құдай бұны бізге сынақ қойды. Күресуден басқа амал жоқ. Күресуден қашушыларды Құдай қарғыстайды. Күрестен қашушылар, үнсіз қалушылар Құдайдың қарғысына қалады. Ендеше барлығымыз аққа жақ болайық, қараға қарсы болайық. Ақиқат үшін, жаратушының разылығы үшін күресейік. Ендеше аман сау болайық. Жақсы өмірді ешкім бізге көктен түсіріп бере қоймайды. Жақсы өмір қарекетсіз дұғамен келмейді. Жақсы өмір, мына дүниедегі жақсы өмір және ол дүниедегі жақсы өмір дұғамен және қарекетпен. Естеріңізде болсын. Қарекетсіз дұғамен емес, дұғамен және қарекетпен. Тіпті қарекетпен сосын дұғамен ғана келеді. Қалыс қалушылар, қарғысқа қалушылар. Барлық зұлымдықтың алдында екі-ақ түрлі адам бар. Ақиқатшылдар, яғни күрескерлер, екіншілер зұлымдар. Зұлымдардың ішінде үнсіз қалушылар, қағыс қалушылар да бар. Зұлымдықты жасыру, зұлымдықты әшкерелемеу, зұлымдықты жасаудан да арман зұлымдық. Жақсы, аман болайық қалың елім қазағым, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Аман сау болыңыздар. Бөлісіп таратуды ұмытпаңыздар.